өте мен айтатын өте маңызды іс-шара болайын деп жатыр. Өйткені осы форумға оны нақты білмеймін, 10 мыңнан астам адам келейін деп жатыр. Олардың арасында мысалы әртүрлі елдердің басшылары келіп тұр, президенттер келіп тұр, премьер-министр келіп тұр, сыртқы істер министрлігі, сосын өте бір атақты бизнес саласындағы тұлғалар. Осы форум меніңше ол әртүрлі саласында бүгіннен беру мүмкін талқылауды. Мысалы халықаралық қауіпсіздік, сосын климат өзгеру бойынша, тағы да басқа, мысалы қаржы, финанс, цифрландыру жағынан, ол жағынан да талқылауға болады. Мысалы мен сыртқы істер министрлігінде Біріккен ұлттар ұйымдарымен жұмыс атқарып жатырмын. Сол бұдан талай адам келейін деп жатыр. Ең төмені мысалы бас қатысушының орынбасары деңгейінде келеді. Мысалы ол цифрландыру саласында жұмыс атқарады. Сосын тағы халықаралық миграция ұйымының бас директоры келейін деп жатыр. Олар әртүрлі мәселелерді талқылайды. Сосын біз ойымыз осы Астана халықаралық форумда бір өте қолайлы, пайдалы мәселе шешімде қабылданады деп ойлаймыз. Біріккен ұлттар ұйымы 80 жылдығына жақындап жатыр. Мен сол сессия, осыған арналған сессияға қатысам. Сол басқа тақырыптар қандай тақырыптар? Мысалы, ол халықаралық қауіпсіздік, мысалы, халықаралық қаржылық жүйесі, оның қандай үдерісте болып жатқаны, ол да талқыланады. Бұл менің ойымша осы талқылау саласында да бір нақты шешімдер немесе бұл түсінікшілік көтерілетін пікірталас алмасу болады.